10 тамызда дүниеге келген ұстаз, ақын, ағартушы, философ болған. 1904 жылы 6 шілдеде дүниеден озды. Өлең үшін жүректің жары тұнған, қазағында ақын жоқ, ұмытылған, қайталанбас дара жан аға ата, ұқсамайтын ешкімге ұлы тұлға. Абайдың 45 қара сөзі бар, соның ішіндегі 10-шы қара сөзінен үзінді. Біреулер Құдайдан бала тілейді, ол бала не қылады, өлсе мұңды бассын дейді, артына Құран оқысын дейді, қартайған күнінде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Көз туралы өлеңіне үзінді. Сұр бұлтысы су қаптайды аспан, көз болып күн тұман жерді басқан. Үнінен туған ма, туған ма, жылқы ойнап биік қашқан, тай жасқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрын Құдай, жастар күнмес жүгінмес бала қуылай. Қайыр шашал пен бірге түсіп еді, жапырағынан айырылған ағаш болай. Шалғын бәйшешек жүзар өсіп толғанда, күртіле жатқан мезенге, көшіп ауыл қонғанда, шыққан жатқан жылқының, шалғанның жолына қылқылдап, ат айқайлап келер. Бүйір шығып былқылдап, суда тұрып шыбындап. Құйрығымен шымпылдап, арасында қылындай, айнал шауып бұлдылдап, жоғары төмен үйреп қат. Ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үйдеген. Бұралы басы бұлтылдап, ақ білегін сыбайын, әзілдесіп сылқылдап, ал ішінен айналып, көңілім жақсы жайлайын. Байда келер ауылға, аяшылын шоқылдап, сабадан қымыз құйтырып, ортасына қойды. Жас өткенде бір бөлек, кеңес көріп сышылып, жалшы алдаған жас бала жағалайды шешесі. Китапелеп қылқылдап, көлеңке қылып басына, крем төсеп астына, салтанатты байларын самауын бұлқылдап, білім білер сөз айтса, бәйгі